Қыздар, қалай орналасып жатырсыңдар ма, ұнады ма деп шын жанашырлықпен сұрап, қамқор болып жатыр. Ертең плитка, қазан алғанша бізбен бірге шай іше беріңдер. Комнатамыз әне тұр, біздің былтырғы ыдыстарымыз бар деп бізге бәйек болып жатыр. Біз төсек жабдықтарымызды кроватқа салып, стол, орындықтарды қойып, бөлме үшін сүртіп тазалап жүрміз. Төмен қарап, жоқ, өздеріңіз іше беріңіздер, тамақ ішіп келдік дейміз де күле береміз, тағы сыбырласып қоямыз. Қыздар, бізге күліп жүрсіңдер ме деп сұрап еді ұялғаннан. Жоқ, жаңа біреулерге айна береміз деп өзіміз күліп жатқанбыз дедік. Біреулер айна сұраған ғой. Айна күнделікті керек нәрсе ғой. Киінеді, сабаққа барады, шешінеді дегендері сол еді. Кроваттың үстіне бір-бірімізге асылып отырып, күліп сілеміз қатты. Екі бетіміз дуылдап қызарып кеткендей болды. Тұла бойымызды жалын шарпып бара жатқандай әсерде болдық. Өздеріңнің факультеттеріңнің қыздары шығар, айна сұраған деді. Иә деп тағы күлдік. Жігіттер, онда жарас жеңіл ғой, әлі бір-біріңе неше барып, неше келесіңдер, студенттік шақ басталды деген осы емес пе? Бір үйдің балаларындай боласыңдар, тату болыңдар, келешектерің осы кезден басталады. Кейбір бұзық, тәртібі нашар балаларды жатақхана соцсоветінде тәртібін қарап, қатаң ескерту бердік, деді. Екі жігіт біздің риясыз күлгенімізге сүйсініп, оңаша отырғанымызға рахаттанып отырған тәрізді. Бізге де жігіттердің әңгімелері, аға ретінде ақыл айтқандары, жүріс-тұрыстары ұнай бастады. Біздің әр қимылымызды қалт жібермей тесіле қарағандарынан ұяла бастадық. Ешқандай айтатын әңгімеміз де жоқ. Тек екі жігіттің айтқандарын тыңдап отырмыз. Bir кезде Дүйсенкүл құлағыма, енді не істейміз, үндемей қолдарына айнаны ұстата салайын ба, осылай отыра береміз бе дегенді әрең айтып, қатты қарқылдап күліп жіберді. Мен екеуміз бірдей дөрекілеу күлуге ұялып, аузымды басып, құлағыма дейін қызып, шиқылдап күлдім. Жігіттер де әлгіндегі біздің күлкімізді сағынып келген бе, бізге осы күлкілерін керек дегендей, көздері от шашып, күлімдеп, жайтаңдап шыға келді. Сол-ақ екен старысты жігіт. Қалихан, қыздардың неге күліп отырғанын енді түсіндім. Жігіттердің бізді өз бөлмелеріне шайға шақырғаны қалай, жігіт бастарымен ұялмай ма деп бір-біріне сыбырлап бізге күліп отыр. Жүр, Қалихан, деді де Қалиханды ертіп шығып кетті. Біз неге сонша қайта-қайта тоқтамай күле бердік? Ұят болды-ау, олар бізді мазақтады деп ренжіп кетті. Әттеген-ай, әдеп сақтауымыз керек еді деп өкіндік. Біресе, жоқ, олар біздің күлгенімізді ұнатқандай мәз болып отырды ғой. Біз қалай байқамағанбыз? Шынымен сендік қой оларға. Олар қу екен, бізді жақтырмағанын білдірмей, бізді не істер екен деп сынап отыр екен ғой. Ана старысы пысық екен, бізге ұялмай ма деп күліп отыр. Жүр кетейік деп шықты бөлмеден. Бізге жақсылық істеген жігіттерді мазақтағандай болдық. Енді қайтеміз? Жақсылықты білмейтін қыздар екен, араласпаймыз деп келмейді бізге. Басқа қыздармен араласады. Ертең сәлемдесіп көрейік. Ойбай, оңашада сәлемдесейік. Басқа балалардың көзінше сәлемімізді алмай, теріс қарап кетсе, масқара боламыз ғой, деп мұңайып отырғанымызда екеуі тоқ шайнектерін шай ішуге, көп нан, тәттілерін, тағы басқа нәрселерін құшақтап кіріп келгенде жүрегіміз жарылып кетердей қуанып, орнымыздан атып тұрып, алдарынан жүгіріп шықтық. Шайнекке су құйып, шай қойып, дастархан жасап, бағанағыдай төрге өзіміз отырып алып, бет алды күле бермей, оларды төрге отырғызып, әдеп сақтап, шайды демдеп құйып беріп, пікірлесе бастадық. Енді бағанағы көздері күлім қағып, бізге қадала қараған жігіттердегі көрініс бізге ауысқандай болды. Жылы-жылы сөйлесең жылан іннен шығады дегендей, жігіттердің жылы сөздері де бізге жағып, іннен шыға бастағандай күй кештік. Іннен шыққан жылан сылаңдап, ұзын-ұзын ұз келер, ұзын бойлы қыз келер, қабырғасы қалтылдап, екі көзі жалтылдап демекші, сыртқа шығып, бой жазып жүре бастамай ма? Сол сияқты біз де әлі іннен ұзап кете алмай жүргендіктен, іннен шығып, бой жазып жүру бізге де қызық көріне бастады. Осылай бір күн кино, бір күн концерт, қыдыру, әйтеуір
күн құр қалмай жалғаса берді. Сөз арқылы да, істері арқылы да шынайы сезімдерін білдірді, көрсетті, дәлелдеді. Мен староста жігітпен Дүйсенкүл Қалиханмен жүре бастадық. Еш кедергі жоқ. Құдайдан кейінгі иеміз Бақтиярша апамыз жатақхана старосына еркіндік беріп қойған. Ескертеді де бізді ертіп кете береді. Қалаған уақытында қайтып келеді. Кейде дария шетіндегі мұз айдынына ертіп барып, екеумізді сүйретіп, анда-санда біреулерден шана сұрап алып, бізді сырғанатып, ойнатып, өздері қара терге түседі. Шанаға отырғызып, зырылдатып айдайды. Шіркін, думаны мол студенттік күндер ай. Таң атқанша ұйықтамайтын тамаша. Күнде шығар көңілді, сәттер қандай тамаша. Япыр-ай, бұл дүниеге кімдер келіп, кімдер кетпеді. Кімде махаббат сезімі болмады. Махаббатсыз дүние тұл. Бәрінде де махаббат болды. Бірақ бірі баянды, бірі баянсыз аяқталады. Міне, осындай сезіммен жігітпен жүрген түріміз ғой. Көңілді, ойын күлкі, еш алаңы жоқ, жастық сезім. Бәрі дұрыс, бәрі керемет. Бүкіл дүние саған жақсылықтар тілеп, ән салып тұрғандай көрінеді. Жамандық дегенді тіпті ойламайсың, көзіңе де көрінбейді. Күліп ойнап қана қоймай, ойнақтаған кезде шоқ басып кетіп, адам айтса нанғысыз күйге түсіп жүреміз. Күндіз күлкі, түнде ұйқы жоқ, уайым, ешкімге тіс жарып ештеңе айта алмай, шоқтың күйігін, зардабын қайтара алмай, шешімін таппай қорланып, көрінген бұта мен шеңгелдің түбінде құшақтасып, көрісіп, жылаудамыз. Ақыры бұл мәселені шешпей, ары қарай өмір сүру мүмкін еместігін ойлап, іске кірісіп, мәселені шешуге бел байладық.